1 маусымнан бастап балалар жәрдемақысы көтеріледі. Міне, жаңа сомалар қандай болады? Тақырып қызықтырса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп өтіңіздер. 19 мамыр 2024 жылдың маусымында көптеген отбасылар балалар жәрдемақысының ұлғаюын күтуі мүмкін. Бұл өткен жылы тағайындалған төлемдерді қайта тіркейтіндерге қатысты. Мамандар отбасы табысының өзгеруі балаларға берілетін жәрдемақы көлеміне айтарлықтай әсер етуі мүмкін дейді. Төлемдер қалай өзгереді? Егер 2023 жылы отбасы тұрғылықты жері бойынша бір балаға шаққандағы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50% мөлшерінде балалар жәрдемақысын алса, 2024 жылы бұл соманың 75%-ға тіпті 100%-ға дейін өсу мүмкіндігі бар. Мұндай өсім 2023 жылға арналған отбасының табысы азайған жағдайда мүмкін болады. Бұл көптеген отбасыларға қаржылық қиындықтарды жеңуге және балаларына лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуге көмектесетін маңызды өзгеріс. Науқанға қалай өтініш беруге болады? Балалар жәрдемақысын қайта рәсімдеу және өсім алу үшін әлеуметтік қорғау органдарына хабарласу керек. Отбасының кірісіндегі өзгерістерді растайтын барлық қажетті құжаттарды дайындау маңызды. Бұл табыс туралы анықтамалар, еңбек кітапшалары, банк үзінділері және төлемдерді ұлғайту құқығыңызды растауға көмектесетін басқа да құжаттар болуы мүмкін. Мемлекеттік әлеуметтік көмек. Егер қандай да бір себептермен отбасының табысы айтарлықтай төмендесе, отбасы мүшелерінің бірі мемлекеттік әлеуметтік көмек алуға өтініш бере алады. Бұл әлеуметтік келісімшарт негізіндегі көмекті қамтуы мүмкін. Әлеуметтік келісімшарт отбасы мен әлеуметтік қамсыздандыру органдары арасындағы жұмысқа орналасу, біліктілігін арттыру немесе қоғамдық жұмыстарға қатысу сияқты белгілі бір міндеттерді орындауға айырбас ретінде көмек көрсететін келісім. Қалай көмек алуға болады? Мемлекеттік әлеуметтік көмек алу үшін әлеуметтік қорғау органдарына хабарласу керек. Өтініш берген кезде табыстың азайғанын және көмек алу қажеттілігін растайтын құжаттарды ұсыну қажет. Әлеуметтік қорғау органдары өтінішті қарап, қолдау көрсету туралы шешім қабылдайды. Бұл тек қаржылық көмек емес, сонымен қатар тегін медициналық қызметтер, білім беру бағдарламалары және әлеуметтік қолдау сияқты басқа да қолдау түрлерін қамтуы мүмкін.